Қайырлы күн ата-аналар мен оқушылар. Біз бүгін Google қосымшасынан есеп шығарып үйренетін боламыз. Ол жерде тек қана қазақ тілі мен математика ғана емес, барлық пәндер болады. Және 1-ші класстан 11-ші классқа дейін есеп шығарып үйренуге болады. Егер осы видеоны тек қана оқушы көріп отырса, оны ата-анасына көрсетсін. Өйткені бұл өте керек зат. Біз алдымен Google-ға кіріп алып, Google-ға кірген кезде осы жерде поиск деп тұрады. Поискқа басып, ағылшыншалап Learning Apps деп жазамыз. Learning Apps org деп жазып болғаннан кейін, үстіп Learning Apps деп қайттан шығады. Соған қайттан кіріп басамыз. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай көп пәндер тұр. Мінекей. Және мына жерде, осы жерде негізі вход деп тұруы керек. Осы жерде негізі вход деп тұру керек. Входқа кіріп, өзіңіздің логин, пароль және почтаңызды жазып, атыңызды және фамилияңызды жазып тіркелесіз. Тіркеліп болған соң, осылай Maya Wish деп шығып тұрады. Maya Wish'тің ішіне өзіңізге ұнаған мысал, әлде жаттығу, қазақ тіліне жаттығу болса, сол жерге сақтап алуға болады. Қалаған уақытыңызға сол Google қосымшасына кіріп, Maya Wish'ке басып, сол жерден ұнататын есептеріңізді или қазақ тілден ұнататын жаттығуларыңыз болса, соған кіріп, есеп немесе нелерді жаза беруіңізге болады. Есеп шығарып отырып беруіңізге болады. Және сол жерде өстіп математика тұрады. Математика басамыз. Математика басқан соң, осы жерде 1-ші класстан 11-ші классқа дейін тұр. Біз 3-ші класс болса, 3-ші классқа қызыңыз или балаларыңыз қаншасыншы класс оқиды, соған басып есеп шығарта беруіңізге болады. Мысалы, 3-ші классқа кірейік. 3-ші классқа кірген соң, периметр, дециметрдер бар. Және де, егер периметр, дециметр әлі өтпесе, көбейту кесте жаттамай жүрсе, көбейту кестені бүйтіп жаттатуға болады. Осы жердегі бір бұрышта поиск деп тұрады. Поискқа басып, пазл түрінде көбейтіп бөлу деп жазамыз. Көбейтіп